Өмірдің ең басты мәні неде? Және табысқа қалай қол жеткізуге болады? Жалпы өмірде табысқа жетуді көпшілік сәттілікпен байланыстырады. Бірақ табыс түптеп келгенде қарапайым дағдымен келеді. Балаларға күнделікті міндеттер артудың мақсаты барлығын дәл қазір орындату емес. Басты мақсат дағды қалыптастыру. Яғни сізде әдетке айналған дағды пайда болғанда, ары қарай ынталандырудың мәні жоғалады. Мысалы, мен күнделікті 5:30-да 2 сағат 45 минут саябақта серуендеймін. Бұл дағдым менің әдетіме айналып кеткен. Кеше ғана қысымым көтеріліп өзімді нашар сезіндім де, сессияма бара алмайтын шығармын деп болжадым. Шындығында нақты бармаймын деген ниетпен ұйықтадым. Алдыңғы 2 күні ұйқым сергек болған еді. Не керек, бәрібір 5:29-да тіпті оятқыштан да бұрын оянып алдым. Қажеттіліктеріме бола жуынатын бөлмеге бет алғанымда әдетім бойынша жарық қосқышты автоматты түрде қоса салғанмын. Көзге шағылған жарықтан ұйқым шайдай ашылды. Сөйтіп жүріп тісімді де бетімді де жудым. Әдетке салып жылы киімімді де киіп алдым. Тысқа қалай шыққанымды да байқамай қалғанмын. Өзімше жақсы болды ғой, енді жүру арқылы қан қысымымды реттеймін деп ойладым да жорта жөнелдім. Дәл солай, жүру кезінде денсаулығым жақсарып қалды. Бұл жердегі мәселе, әдет ол өзіңді жайлы әрі жеңіл сезінетін күйің екені. Дәлірек айтқанда, әдет істелмей қойған әрекеттен гөрі істеп жайлылық табатын күй сыйлайды. Табысты адамның жолы қалай құрылады? Ата-ана ретінде бізге ғалымнан бұрын табысты адамды тәрбиелеу маңызды. Мысалы, мынадай іс-әрекеттің өрімін алайық. Алдымен сәтсіздікке жиі ұшырайтын немесе кедей адамдардың қателіктерін көрсетсек, олар өздеріне үлкен мақсат қояды. Яғни шыдамсыздық танытып, бірден және бәрі бола қалуын қалайды. Бұл кедей адамдардың психологиясы. Арғарай олар әрекеттене бастайды, бірақ мақсат ауқымды болған соң нәтижесінде сәтсіздікке ұшырайды да, өз-өзін кінәлау пайда болады. Өзін-өзі бағалау мен құрметтеу төмендейді де, олар мақсаттарын кішірейте бастайды. Тағы да кіші, одан да кіші мақсаттарды көздей бастайды. Осылай шырғалаң қылып мақсаттарының айналымынан шаршаған олар әрекетінен мән жоғалтып, әрекеттену қажет емес деп енжарлыққа салынып, күйзеліске ұшырайды. Мұндағы басты мәселе мақсаттардың бірден тым үлкендігінде болып тұр. Әрине, сізде табысты адам көп ақша табатын адам ба деген сұрақ туындауы мүмкін. Табысты адам өз мақсаттарына қол жеткізе алатын адам. Яғни ғалымның ақшасы аз болуы мүмкін, бірақ ол өзіне MIT-ге түсемін деп мақсат қойып орындаса, ол табысты адам. Ал ақшасы аз ғой десеңіз, ақша деген не екенін анықтап алуды сұраймын. Ақша тиімді әрекеттің жанама өнімі. Пәтер, көлік деген не? Олар да тиімді әрекеттің жанама өнімдері. Яғни сіздің әрекетіңіз арқылы тапқан ақшаңызға сатып алған заттар. Сондай-ақ олимпиададағы жүлделер, медальдар да соның көрінісі. Өз әрекетіңнің жемісі. Дарынды адам барлық салада да дарынды деген сөз бар, бірақ бұл дұрыс емес. Мен бұны табысты адам барлық жерде де табысты деп өзгертер едім. Себебі мен бизнесмендер арасында спортпен шұғылданса спортта, тағы бір істі қолға алса, ол жерде де табысты болып жүргенін көп байқаймын. Барлық істе табысты болып жүру мүмкін емес сияқты көрінеді, қалай оның әрдайым жолы болады? Қалай ол барлық салада сауатты? Деген сұрақтар туындағанда, мен бұны зерттей бастадым да мынадай шешімге келдім. Ол адамда мақсатқа жеткізетін дағдылар қалыптасқан. Яғни ол табысқа жетудің алгоритмін біледі. Соны сіздермен бөліскім келеді. Айтқандай, бұл менің балаларыма ақшаны құрал ретінде пайдалана отырып қалыптастырғым келетін дағдым. Тәрбиедегі түпкі мақсатым. Тағы бір мысал келтірсем, аңшы ретінде айтарым, иттер кейде адамдарға қатты ұқсайды. Аңға шыққанға дейін әрине мен итімді отырғызып тәтті беріп көңілін аулаймын да, бір нәрселерді лақтырып жаттықтыра бастаймын. Яғни лақтырған затты алып келсе, қант берем, алып келмесе қант жоқ. Міне солай итте қанттың дәмін сезген соң, лақтырған затты алып келуге үйренеді. Менің түпкі мақсатым үйректі атқанымда итімнің жүзіп пе, жүгіріп пе, әйтеуір аяқ астыма олжамды алып келіп жатқаны. Бірақ оған дейінгі кезеңдерсіз бұл мүмкін емес болар еді. Табысты адам да сол сияқты алдымен кішкентай мақсат қоюдан бастайды. Бұл табысты барлық адамдардың тәсілі. Ескеретін жайт мақсат өлшеулі, қолжетімді және уақытқа байлаулы болуы шарт. Көптеген адамдарда қарапайым мақсат қою дағдысы қалыптаспағанын мойындауымыз керек. Тіпті кейбір кәсіпкерлер де, ересек адамдар қалай мақсат қоя алмайыны таң қалдырады. Кейде менен келіп сұраған сайын қайта-қайта айтуыма тура келеді. Кішкентай мақсат барлық бай әрі табысты адамдардың алғашқы қадамы.
Яғни кішкене істен бастау барлық салада да табысқа жеткен адамдарда қалыптасқан дағды. Исламда әрдайым кішкенеден, екіншіден ешқашан тастап кетпейтін істен бастаңдар дейді. Кайдзен пәлсапасы үздіксіз, тұрақты, біртіндеп жетілу керектігін айтады. Қытай философиясында кішкентай мақсаттар үлкен жетістіктер дегенде бар. Ойланып көріңіздер. Сонымен кішкентай мақсат бар делік. Енді дұрыс белгілі бір кезеңдерден тұратын іс-әрекеттер жасау арқылы адам жетістікке жетіп, қалаған кубогын алады. Әрине ол кішкентай болады, бірақ біздің санамыз мақсаттың мөлшерін түсінбейді. Сондықтан сіз орындалды деп қойған белгіңіз ағзаңызға эндорфинді бөлдіреді. Мен миға гормондардың әсер етуін де зерттедім. Бақыт гормоны деп аталатын эндорфин мақсатқа жеткізуге жауап береді. Яғни мақсат қойып, оған қол жеткізсеңіз, сізде эндорфин гормоны бөлінеді. Сіздің міндетіңіз әрдайым эндорфиндер бөліну үшін мақсатқа қол жеткізуді ұйымдастыру. Содан соң рахаттану. Табысқа жеткеннен кейін өз-өзіңізді ынталандыру өте маңызды. Мен әрдайым алдымен мақсат қоямын, әрекеттенемін, мақсатқа қол жеткізгенімде өз-өзімді міндетті түрде сыйлықпен қуантамын. Өзіммен денемде тағы бір адам бардай сөйлесемін. Негізі менің ерік жігерім нөл. Бірақ мен өз денеммен келісімге келуге тырысамын. Денеммен мынаны істесең, мынаны аласың. Ананы істесең, ана қалағаныңа қол жеткізесің деп келісеміз. Және алдамаймын да. Себебі алдасаң, денең бірден сыр бере бастайды. Бұл келісім әлі күнге дейін жақсы жұмыс жасайды. Қазақ ұлттық университетінде емтихан тапсырарда оқытушыдан қанша кітап оқысам жақсы баға алатынымды біліп алып, кітаптарды тізіп, қанша бет екенін санап, әр күні оқығанымды қорыталатын 50 беттен бөлдім де. Таңертең оқып, кешке қайталап жүрдім. Емтиханға 41+7 күн қалғанда дайындықты бастауым керек деген есеппен әрбір пән бойынша өз уақыт шегін қойып дайындалдым да, рахаттанып жүрдім. Емтихан күні мен барлық пән бойынша үздік баға алып, сабақта 21 балл мұздаққа тойып алдым. Бұл менің өз-өзімді ынталандыруым еді. Өз-өзін ынталандыру өте маңызды, өйткені мақсаттың соңында күтетін сыйақы сіздің ішкі дүниеңізді жігерлендіріп тұрады. Кішкене мақсатқа қол жеткізген соң, бірден сізде өз-өзіңізге деген құрметіңіз бен бағаңыз артады. Ал өз-өзіне сенімді әрі өз-өзін бағалап, құрметтейтін адамды ұмтылған мақсатынан тайдыру мүмкін емес. Өзіңізге деген жоғары құрметпен бағалау пайда болған соң, сіз енді үлкен мақсаттар қоя аласыз. Осылайша сіз шиыршығыңызбен айналып жүріп, биіктерге қол жеткізесіз. Дұрыс мақсат қойып, дұрыс әрекет жасап, жетістікке қол жеткізіп, өз-өзіңізді ынталандыруды жалғастыра бергенде, бұл сіздің дағдыңызға айналады. Сіз одан ләззат ала бастайсыз. Жетістігіңізді қайталай беру үшін жаңа мақсаттар қоя бергіңіз келеді. Әрі қандай да бір істі мақсатсыз бастамайтын боласыз. Ал мақсат деген не? Ол сіздің жоспарыңыз. Себебі жоспарсыз әрекет жасай алмайсыз. Сондықтан дұрыс әрекет етудің алғы шарты жоспардың болуы. Жоспар арқылы жетістікке жеттіңізде сыйақы алдыңыз. Әрі қарай тағы да қайталау арқылы сіз өзіңізде әдет қалыптастырдыңыз. Уақыт өте келе сіз сыртқы ынталандыруларға мән бермейтін боласыз. Себебі жетістіктің тәтті дәмін бір татқан балаға сіз тыйым салсаңыз да, ол бұл әрекетті істеуден қайтпайды. Бұл табысты болу тізбегі баланың ішінде қосылатын механизм сияқты. Бір қоссаң қайта тоқтата алмай қаласыз. Мәселе біздің балада бұл механизм басталды ма, жоқ па? Әлде тек қозғалтқыш стартер ғана жыбырлады ма деп бақылап жүруімізде. Біздің міндет бала ішінде қозғалтқыштың оталуын қадағалау. Егер ол жұмыс істей бастаса, ол суретші бола ма, әртіс бола ма, академик бола ма, бәрібір. Ол өз алдына мақсат қоя алатын адам болады. Әрбір өркендегісі келетін адам өз алдына мақсат қойып, мақсатқа қол жеткізуге талпынуы міндетті. Мақсат қою, жету, ынталану. Жаңадан мақсат, жетістік, сыйақы. Міне осы цикл адамда дағды қалыптастырады да, ол басқа жолға бұрыла алмайтындай болады. Міне дәл осы механизм адамды бақытты етеді. Менің лекциямды қалай табысты адам болудан гөрі, қалай бақытты адам атануға болады деп алған дұрыс шығар. Оның себебін қазір ашып беремін. Адам алдыңғы мақсатты тізбекпен жүргенде, жететін жетістіктерді пәтер алу, көлік алу, үй алу деп алмастырсақ, ары қарай өз қалауына қол жеткізе отырып, өз қалаған шыңына шыққанда, табысты адам деген атаққа ие болады. Яғни белгілі бір сериалы қойылған мақсаттарына жеткен тағы бар табысты адам. Ең қызығы адам үшін мақсаттың апарар нәтижесі маңызды.
Ол қалағанның бәріне қол жеткізген соң әрі қарай қайда барарын білмей қалуы мүмкін. Мен солай өмірдің мәнін жоғалтқан кәсіпкерлерді де білемін. Оларға өмір тек тамаққа, үйге, көлікке деп еңбектену үшін келдім бе деген ой маза бермейді. Сол сәтте ол өмірдің мәнін іздей бастайды. Көкейлеріне мен не істеп жүрмін? Іс-әрекетімнің мәні неде деген қарабайыр сұрақтар келеді. Осыдан бастап адам өзі шыққан шаңынан қайта төменге құлдырайды. Тек өз жүрегіне жақын істі тапқанның ғана талпынысы өмірдің соңына дейін өшпейді. Бұл тұста адам үшін нәтиже емес, істің барысы маңызды болады. Себебі бақыт деген істің барысы, ал жетістік нәтиже. Тағы бір мысал келтірсем, бақыт барлық құрылыммен өмірдің өзіне ұқсайды. Бірақ өмір процесс ретінде апарар жері өлім. Жетістік те сол сияқты. Әрбір кейінгі жетістік жүріп өткен жолдың өліміндей. Мысалға мақсат қойдыңыз, жеттіңіз, осы екі ара сіздің өмір жолыңыз болса, жетістік осы жолдың өлімі. Келесісі де солай. Сондықтан нәтиже немесе жетістік өліммен пара-пар. Өмірдің нәтижесі өлім, ал бақыт процесс. Бірақ оған мақсатты жетістікті тізбек арқылы ғана келе аласыз. Неге? Себебі адам жетістікке жетудің дағдысын білмесе, оның ішінде әрдайым өзімді асырай алмай қалам ба, ақша таппай қалам ба, атағымды, қызметімді жоғалтып алам ба деген қорқыныш отырады. Ал енді қараңыз, неге қандайда бір ғалымдар, академиктер атақ қуып, өз орнын босатқысы келмейді? Себебі олар өз абыройларынан айырылғысы келмейді. Ондай адамдар құндылықты ішінен емес, сыртқы факторлардан ақша, атақ, бір жапырақ қағаздан іздейді. Ал мақсатты жетістік тізбегін дағдыға айналдырған адам байлық сыртқы ортада емес, өзінің ішінде екенін жақсы біледі. Одан бәрін тартып алса да, ол табысқа қайтадан жете алады. Оның атағын алып алуы мүмкін, бірақ одан ол ақылынан айырылмайтынын біледі. Табысқа жетудің дағдысын білетін адамның көзқарасы өзгеше. Әрі жетістікке жетуге талпынатын адам мен бақытқа қарай ұмтылатын адамның айырмашылығы жер мен көктей. Десек те, егер сізде іске асырылған табысты жетістікті механизм болмаса, бақытты болуыңыз да екі талай. Себебі адам өзіне ұнайтын іспен шұғылдануды армандап, арманына қол жеткізгенде сыртқы орта отбасыңды асыра деуі мүмкін. Әсіресе маған осы сұрақпен жиі келеді. Сүйікті ісіңді тапқанда өмір шындығы өз ережелерін көрсетеді де, сүйікті ісіңді зейнетке дейін ысыруыңды талап етеді. Не болмаса, көп ақша тапқанға дейін дейді де, адам өмір бойына бүкшеңдеп жұмыс істеуіне тура келеді. Әрі оған қорқыныш маза бермейді. Ал қорқыныш бар жерде бақыт бола алмайды. Себебі олар бір-біріне қарама-қайшы сезімдер. Бірақ қорқынышты жеңетін жол біздің жоғарыдағы айтқан дағдымыз, әдетіміз. Әрі осы дағды барда, адам ертеңгі күнінен қорқпайды. Ол ертеңгі күні не болса да, аяққа тік тұра алатынына сенімді болады да, сәйкесінше қорқынышы сейіледі. Ал осы дағды арқылы жетістіктің дәмі кетуі ол басқа мәселе. Яғни ол жетістікке қол жеткізе отырып, өз шыңына жеткенде өмірдің мәнін іздеу арқылы өз сүйікті ісіне келе алады.